Егер балаңызда жөтел болатын болса, сироп от кашля бермейміз. Неге екенін видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Мен Асылым Қасенқызы, педиатр. Менің каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар. Жөтел ол организмнің қорғаныш рефлексі, яғни организмге түскен микроб, вирус, бактерия, аллергенді ағзадан шығару үшін организм оған жөтелмен жауап береді. Сондықтан да біз ол жөтелді тоқтатпауымыз керек. Сондықтан да жөтелді тоқтататын синекот сияқты препараттар балаларда қолданылмайды. Неге балаларға сироп от кашля болмайды? Себебі балалардың кеуде бұлшықеті әлі қатаймаған. Сол арқылы сироптан бөлінетін қақырықты бала организміне шығара алмай, ол қақырыққа бала тұншығып, нәтижесінде асқыну ретінде пневмония немесе ентікпе болуы мүмкін. Сондықтан да 5 жасқа дейінгі балаларға мүлдем сироп от кашля беруге болмайды. Жөтел кезінде баланың денесіне қойдың майын, борсықтың майын да жауға болмайды. Себебі балалардың терісі ол екінші өкпесі, яғни баланың терісі де дем алу керек. Егер сіз балаға қойдың майын жағатын болсаңыз, баланың терісі қызып, ол аймаққа организмдегі бактериялар жиналып, нәтижесінде қайтадан балада пневмония немесе ентікпе болып кетуі мүмкін. Практикада ондай жағдай өте көп кездеседі. Бала жөтелген кезде антигистаминді дәрілер фенисил, зиртек, зода қолданылмайды. Себебі олар ол қақырықты құрғатып тастайды. Соның нәтижесінде балада жөтел ұзақ уақыт болады, немесе асқыну пайда болып кетуі мүмкін. Ол жөтелді басады, бірақ ол уақытша басады. Соның нәтижесінде балада асқыну пайда болады. Және де кез келген жөтелге ингаляцияны біз жасамаймыз. Ингаляцияны жасаймыз, егер баланың көмейі, кеңірдегі қабынып тұрса, немесе бронхында спазм болса, яғни обструктивті бронхит болса, бронхиальная астма болса, созылмалы бронхит болса ғана ингаляция балаларға тағайындалады. Басқа жағдайда ингаляцияны біз жасамаймыз. Яғни ингаляцияны тек қана дәрігердің тағайындауымен жасау керек. Ал сонда бұл жөтелден қалай құтыламыз деген сұрақ пайда болады. Біз ең бірінші жөтелдің қайдан шығып жатқандығын анықтауымыз керек. Егер сізге педиатрыңыз баланың өкпесі таза, жөтелі тек мұрындағы насмұрықтан ғана болып тұр десе, онда біз тек қана акцентті мұрынға жасаймыз да баланың мұрнын ғана емдейміз. Ол үшін не істейміз? Баланың мұрнына тұзды ерітінділерді тамызамыз. Аквамарис, физраствор, аквалор деген сияқты ерітінділерді қолданамыз. Оларды жиі қолдануға болады. Әр жарты сағат сайын немесе әр 1 сағат сайын. Олар ешқандай да балаға кері әсерін тигізбейді. Егер баланың мұрны бітеліп тұратын болса, називин баланың жасына сай қолдануға болады. Оның арасында баланың мұрны бітеліп тұратын болса, гипертониялық ерітінді, яғни синамарин, нео тамшыларында қолдануға болады. Ең бастысы бұл жағдайда баланың мұрнына артық тамшы тамызуға болмайды. Ешқандай изофра, протаргол, витаргол, дефлю, полидекса, полиоксидоний, сарымсақ, чеснок, майлар мүлдем қолданылмайды. Егер баланың мұрындағы насмыр 2 аптадан асып кететін болса, ондай жағдайда баланы педиатрға немесе лор дәрігеріне көрсеткен дұрыс. Себебі бұндай жағдай балада вирусты инфекциядан бөлек аллергиялық ринит кезінде, бөгдеде дене тұрып қалатын болса, аденоид бездерінің ісінуі кезінде де болуы мүмкін. Егер баланың мұрнынан жасыл насмұрқ ағатын болса, ол бактериалды насмұрқ деген сөз емес. Бактериалды насмұрқ кезінде балада температура болады, баланың жағдайы нашарлайды, мұрны үсіп, көзі десіп кетуі мүмкін, немесе көзінен де іріңді бөліністер пайда болуы мүмкін. Сол жағдайда ғана бұл бактериалды насмұрқ болып саналады. Оны әрине тек лор дәрігер бұл диагнозды қоя алады. Сондықтан да кез келген жасыл насмұрққа біз антибиотик тағайындамаймыз. Егер педиатр сізге баланың өкпесі таза, тек жөтел тамақтан ғана болып тұр десе, қызарған тамақты біз қалай емдейміз? Балаға біз көп сұйықтық ішкіземіз. Салмағына 50 мл, 100 мл на килограмм есептейміз. Мысалы, баланың салмағы 10 килограмм болатын болса, яғни 500 мл бала минимум күніне ішу керек. Баланың тамағы қызарған кезде ол бал сияқты болып тұрады. Сіз көп су ішкен сайын
бал жібейді ғой суда, сол сияқты баланың тамағы да жібейді. Сол арқылы біз бұл жөтелден құтыла аламыз. Яғни қызарған тамақ кезінде ешқандай ингаляция тағайындалмайды. Егер балада тамақ ауырсыну болатын болса, 3 жастан үлкен балаларға ауырсынуды басатын спрей қолдануға болады. Ал 3 жасқа дейін ауырсынуды басу үшін ибуфен дәрісі немесе салқын балмұздақ беруге болады. Және балаларда қызарған тамақ кезіндегі дәлелді зат ол бал болып саналады. Сондықтан да балаңызда балға аллергия болмаса, таза күйінде немесе сүтпен араластырып та беруге болады. Егер дәрігер балаңыздың жөтелі бронхтағы макроотадан болып тұр десе, бронхта спазм бар десе, тек осы жағдайда ғана баланың жасына сай ингаляция бередуалмен тағайындалады. Егер баланың бронхысы таза болып, сіз өз бетіңізбен ингаляция бередуалмен жасайтын болсаңыз, баланың жүрегіне кері әсері тигізуі мүмкін. Ондай балаларда тіпті тремор да болып кетуі мүмкін, паническая атака болып кетуі мүмкін. Сондықтан да өз бетімізбен ингаляция балаға жасамаймыз. Егер балаңызда жөтел тамағының даусының қарыққаны болса, үрген жөтел болса, яғни ларингит, ларинготрахеит жағдай болатын болса, ол жағдайда ингаляция пульмикортпен жасалады. Ол жайлы мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын. Егер балаңыздағы жөтел аденоид безінің ісінуінен болатын болса, онда біз аденоидты кішірейту үшін гормональды спрей қолданамыз. Яғни жөтел қай жақтан шығып тұр, соған байланысты ғана ем тағайындалады. Барлық жөтелге бірдей ем тағайындалынбайды.